Құрметті халқым, менің мына қазір көріп, мына желідегі мына тарап кеткен оқиғаны мен өзім таңғалып отырмын. Мен қаншама жылдар, қаншама балалар алып, мен сіздердің алдарыңызда ақталайын деп отқан жоқпын. Бірақ та мына жағдайды кім түсіріп, қалай жіберген мен білмей отырмыншы. Мен болмады мына жағдайда. Мен бұл жағдайға жібермес едім. Егер де мен өзім байлап сондай жағдайға жеткізіп атсам, онда мен өзімді мен қасандық жасамайтын шығармын. Мен ондай байлап қойып, мен суретке түсірткізбейтін шығармын балаларға келген адамға. Ал енді бұл жағдайды мен білмеймін. Бұл балалар ақыл ескен балалар болғаннан кейін енді Құндыз бен Назгүл, Құндыз көбінесе Назгүлді ұрып соғады. Сол арада мүмкін байлаған шығар. Мен оны білмеймін. Бәрі бұл үйдегілер, балалардың бәрі ақыл ескен балалар ғой. Мен бұл жағдайды қай уақытта болғанды білмейді екен, мен бүгін білдім. Мен балалардың мысалы денсаулықтары жөнінде, балалардың жаңа продуктысы жөнінде, осылардың документациясын жөнінде мен көп шығып кетем. Мен келгенде үйдің іші тып-тыныш, бәрі әп-әдемі отырған балалар болатұғын. Бұл жерде мен ойлаймын, менің аяғымнан шалу немесе бір ар намысыма нұсқан келтіру шығар. Мен осынша жыл қаншама бала-шағаны өмірге асырап, өмірге арғарай өсіріп жіберген қаншама бала-шағам бар. Мен оны еш уақытта да білмеймін, ондай болу мүмкін емес. Кімнің қалай істегенін аяқтан шалу деп ойлаймын бұл жердеші. Мен өз-өзіме қастандық жасамаймын. Назгүл мен Құндыздың қамқоршысының айтуынша, суретті желіден алғаш көрген сәттен жағдайы күрт нашарлап кеткен. Айтуынша, бұл жағдайдың қашан, қалай болғанынан хабарсызбын дейді. Давление қанша болып тұр жаңа? Давление 175. Назгүл, қалайсың? Қай іште? Неге мына жақта емессіңдер? Осы жақта тұрасыңдар ма? Қашаннан бері? Құндыз, қалайсың? Саған? Бәрі дұрыс па? Мен өзім журналист ретінде қинау бабын көріп тұрмын. Қол аяғы кәдімгі кісенделіп, тұсауланып, скотчталған. Мынау ауа жетпей өліп қалса не болады? Оның характерін сен білмейсің, Руслан. Мәселе характерда емес. Осылар келгенім миыма да тыныштық болмады, өзіме де тыныштық болмады. Сіз суретті көрдіңіз ба әлеуметтік желідегі? Көрдім. Сіз бұл кісінің жалпы шындыққа құмар екенін білесіз ба? Сіздер не білесіздер сонда? Сіздің бөлім ғой бұл. Факт болмаса, сіздер өздеріңіз рейд жасап, арасында қарау деген жоқ па? Әлеуметтік желідегі сигнал бойынша келесіздер ма? Дұрыс емес қой сіздердікі. Сіздер мамансыздар ғой. Айырладағы журналист оны білуі. Ардақты ағайын, шұғыл алдарыңызға шығып тұрмын. Әлеуметтік желіден барлығы маған Құндыздың Зүлфияның үйінде қол аяғы скотчталып. Зүлфия апай, саламатсыз ба? Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір болады. Зүлфия апай, әлеуметтік желіде Құндыздың суреті таралып жүр ғой, жатыр сіздің үйде скотчталып аяқ қолы. Ол не сурет? Соны менде няня болып істеген Құндыз кімді ұрған ғой, Назгүл, мен саған суретін жіберем. Кімді кім ұрған? Құндыз кімді ұрған? Әпкесін ұрған ғой, возбужденный болып. Сол кезде байлаған ба білмеймін ғой, мен де соны қазір көріп жатырмын. Құндыз біреуді ұрғаннан кейін кім байлаған оны? Үйде Танялар байлаған ғой. Таня байлаған ба? Иә, мен байладым дейді ғой. Таня қазір қасыңызда ма? Қасында. Таня сөйлей ала ма? Сөйлемейді ғой, ол да не ғой, группадағы ғой. Енді неге сіздер өзі жаралы қызды байладыңыздар? Неге оны байлатқызасыз? Яғни мен бар ғой, соны үйде болсам, менше ары бері жұмыста жүрмін. Мен де нерві болып қазір. Шыны керек қой, Руслан, мен понедельник бар заявление жазып өткіземін. Рахмет. Уже мен неше түрлі нәрселер шығарып. Жақсы. Сіз кімге өткізесіз оны? Өкіметке. Онда мен дүйсенбі күні барам Таразға, иә? Күтіңіз мені. Жоқ, сіз жауап беру керексіз осы тірлік үшін. Мен барам, күтіңіз мені. Қалай сіз? Өзі ешкімі жоқ, жетім қызды қалай байлайсыз? Күтіңіз мені. Ардақты ағайын, көрдіңіздер, байлаған мен емес, Таня деген күтуші қыз дейді, бірақ мен ол жауабына Зүлфияны сенбеймін. Сондықтан Тараз қаласының қорғаншылық, қамқоршылық бөлімі мына істі назарға алыңыздар. Мен алдымыздағы апта Таразға барам. Мына сурет не сұмдық? Құндыз өзі ешкім жоқ қыз байланып скотчпен қол аяғы кісенделіп жатыр. Отыр. Кетем мен осында тек. Кете бер, қазір кет. Кетем. Сөйлестірме, нақ сөйлестірме. Сөйлестірме.
Ey, mama. Sen ne ayıp dursun? Sen kolunu ciber. Mama şaşın ciberim. Sen kolunu ciber. Sen kolunu ciber. Mama dep bir sözü. Bir peşini sıra olmayayım mı? Ha? Ha? Mama. O söz aydı. O söz aydı. Çek o söz aydı. Үйге істеп қойған тамақ көшедегі итке тасиды. Жала шығармын. Бұл да ішіп алған кезіңіз ғой. Жоқ. Ну, енді- Демалып жатқан кезім. Ну, енді- Мен өз залымда жатырмын ба? Мен өз үйімде жатуға болмаймын.